Бұл сабағымыз анықталған интеграл тақырыбына арналады. Енді, егер қандай да бір абы кесіндісінде f от x функциясы үшін үлкен f от x функциясы алғашқы функция болса, мынадай теңдік орындалады. Бұл Ньютон-Лейбниц формуласы деп аталады. Енді осы формуланы қолдану үшін бірнеше мысалдар келтірейік. Бірінші мысал. X куб бөлінген 4. Онда біз алдымен мынаның алғашқы функциясын табамыз. Ол x-тің 4 дәрежесі. 1/2 дейміз. Енді бірінші 2-ні қоямыз. Яғни 2-нің 4 дәрежесі азайтылған 1-дің 4 дәрежесі. Бұл тең болады 15-ке. Енді тағы бір мысал келтірейік. Мынадай мысал болса, алдымен алғашқы функциясын табамыз. X куб азайтылған 2x қосылған 2x квадрат. Енді бірінші 3-ті қоямыз. 27 қосылған 18 азайтылған 1 қосылған 2 болады. Яғни 45 азайту 3 тең 42 болады. Енді анықталған интегралды есептеудің негізгі ережелеріне тоқталайық. Мынау бірінші ережесі, бұған мысал келтірейік. Аның орнында айталық 1/1 болсын. X dx болса, оның алғашқы функциясы x квадрат бөлінген 2 1/1. Яғни бірінші мына 1-ді қоямыз. Сонда 2-ден 1 болады. Азайту екінші 1-ді қойсақ, 2-ден 1 тең 0 болады. Енді екінші ереже, бұл ережені жалпы Ньютон-Лейбниц формуласы арқылы көрсете салсақ болады. Біріншісініңкі жауабы f минус f екені бізге белгілі Ньютон-Лейбниц формуласынан. Ал екінші теңдіктің екінші бөлігіндегін бұлай жазайық. Минус f-ға тең болады. Яғни анықталған интегралдың формуласы бойынша бұдан жақшаны ашатын болсақ, мына минус пен мына минус плюс болады. f минус f болады. Сонда бізде мына өрнек пен мына өрнек тең екені көрініп тұр. Енді үшінші ереже. Бұған да мысал келтірейік. Алғашқы функциясы x квадрат бұдан 4 азайтылған 1 тең 3 болады. Енді мынау бойынша интегралдасақ, онда біз 2-ні алдына шығарып жіберіп жазамыз. 2 көбейтілген 1-ден 2-ге дейін x dx болады. Бұл тең болады 2 көбейтілген x-тің алғашқы функциясы x квадрат бөлінген 2 1/2. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарады. Сонда x квадрат 1/2 қалды. Ал мынау да соған тең. Сондықтан бұл да 4 азайтылған 1 тең 3-ге тең. Енді мынау төртінші ереже. Бұған енді мына мысалды алып көрсетейік. Яғни бірінші мына күйінде қосындылардың алғашқы интеграл қосындыдан тұратын анықталған интегралды табайық. Алғашқы функциясын табатын болсақ, біріншіден x куб бөлінген 3 қосылған x квадрат болады. Бұдан бірінші 3-ті қоятын болсақ, 9 қосылған 9 азайтылған 3-ден 1 азайтылған 1. Бұл тең болады 16 бүтін 3-ден 2-ге. Енді мына қосындыларды
мына ережесі бойынша бөлек-бөлек интегралдайық. Сонда 1-ден 3-ке дейін x квадрат dx қосылған 1-ден 3-ке дейін 2x dx. Онда біріншісінікі x куб бөлінген 3-тен. Онда мынауымыз 9 азайтылған 3-тен 1, екіншісі 9 азайтылған 1. Бұл да 16,3-тен 2-ге тең. Енді анықталған интегралдың қолданылуына келсек, бірінші, яғни жазық фигураның ауданын есептеу үшін қолданылады. Айталық, бізде y тең f от x деген функциясы үзіліссіз функция берілсе, және осы функциямен одан кейін ox өсімен және де x тең a және x тең b түзулерімен шектелген фигураны қисық сызықты трапеция деп атайды. Осының ауданын табу үшін мынандай формула қолданылады, яғни интеграл қолданылады. Енді біз осыған нақты мысал келтірейік. Енді мына мысалды шығарайық. Айталық, бізде функцияның y тең түбірасты x деген функция берілсе, яғни осының графигімен және де y тең 0 түзуімен және x тең 1, x тең 4 деген түзулермен шектелген фигураның ауданын табу керек болсын. Онда біз анықталған қисық сызықтармен шектелген фигураның ауданын есептеу формуласы бойынша шығарамыз. Яғни бұл жерде кішісі 1, 1-ден 4-ке дейінгі аралық, және де біздегі функциямыз түбірасты x. Яғни осындай формула құрып аламыз ауданын табу үшін. Бұдан түбірасты x-тің 2-ден 1 дәрежесі деп алсақ болады. Енді бұның алғашқы функциясын табатын болсақ, 3-тен 2, x-тің 2-ден 3 дәрежесі. Үштен 2 көбейтілген 4-тің 2-ден 3 дәрежесі азайтылған 3-тен 2 көбейтілген 1 болады. Мынадан 8 шығады, азайтылған 3-тен 2. Сонда 16-дан 2 және 3-тен 14. Яғни, мына қисықтармен шектелген фигураның ауданы 3-тен 14-ке тең. Енді геометриялық фигураның ауданын есептеу барысында АБ аралығында y тең f от x функциясының мәндері 0-ден кіші болуы мүмкін. Ондай жағдайда аудан есептеу үшін біз алдында қолданылған формуланың алдына минус таңбасын қоямыз. Сөйтіп, осы арқылы есептейтін боламыз. Енді бұған да бір мысал келтірейік. Айталық, бізге мынадай қисықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек болсын. Бұл жерде y тең x квадрат минус 5x плюс 4 функциясының графигі мынау. Және де y тең 0 деген функциямыз бізде мынау. Мына түзу, және x тең 2 деген мына түзу, x тең 3 деген мына түзу. Осылармен шектелген фигураның ауданын табу керек. Енді бұның формуласын табу үшін s тең болады минус
2-ден 3-ке дейінгі аралық және x квадрат минус 5x қосылған 4. Осының алғашқы функциясын тауып аламыз. Тең минус x куб бөлінген 3 азайтылған 5x квадрат бөлінген 2 қосылған 4x. Енді бұл жерден бірінші 3-ті қоямыз. Минусты алдына шығарайық та, былай жазайық. Қоятын болсақ 9 азайтылған 45 бөлінген 2 қосылған 12. Енді 2-ні қоятын болсақ минус болып кетеді. 3-тен 8 қосылған 10 азайтылған 8 болады. Бұл тең болады. Минус ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім 6-тан болады. Сонда 54 азайтылған 135 қосылған 72 минус 16 плюс 60 минус 48 тең болады. Мына минус жазамыз. Арадан минус 13 шығады. Бұл тең болады. 2 минус жойылып 13 болады. Яғни мына фигураның ауданы 13-ке тең. Бұл жердегі формулада жазық фигуралардың ауданын есептеудің басқаша бір формуласы. Яғни біздегі фигурада екі функция берілуі мүмкін. Мысалға, біріншісі мынадай функция, екіншісі мынадай, яғни графиктер осындай болуы мүмкін. Бұндай жағдайда бірінші үлкенінің, яғни АБ аралығында қайсы үлкен болса, сол үлкеннен кішісін азайтып, интеграл ішіне кіргіземіз. Енді осындай түрдегі есептің бір мысалын келтірейік. Айталық, бізге мынадай мысал берілсін. Y-тен x квадрат минус 4x плюс 6 деген. Яғни ол мына түрде берілсе, яғни оның графигі мынау болады, және y-тен 2 деген ол мынау болады. X-тен 4 ол мынау. Яғни осылармен шектелген фигураның ауданын табу керек. Олай болса, бұл жерден бірінші мына функциямен мына функцияның қайсы 2 мен 4 кесіндісінің аралығында қайсы үлкен, соған мән беруіміз керек. Бұл жерде көрініп тұр. Яғни бірінші функциямыздың үлкен екендігі. Сондықтан біз ауданын табу үшін мынадай формулалар құрамыз. 2 мен 4-тің аралығын жазып аламыз. Және де бірінші функцияны жазамыз алдымен. X квадрат минус 4x қосылған 6 және y-тен 2. Бұны азайтамыз. Азайту 2 болады. Мынау бірінші функциямыз, мынау екінші функциямыз. Екіншісін азайттық. Бұдан ары қарай есептей саламыз. Мына жерде плюс 4 болады. Енді бұны арадан x куб бөлінген 3 минус 2x квадрат қосылған 4x. 2-ден 4-ке дейінгі аралық. Бірінші 4-ті қоямыз. 64 бөлінген 3. 4 қойсақ минус 32 қосылған 16. Азайтылған 2-ні қоямыз. 2-ні қойсақ 3-тен 8 минус 8 қосылған 8 болады. Бұдан тең болады. Есептесек 2 бүтін 3-тен 2 болады. Яғни мына
жазық фигураның ауданы 2,3-2-ге тең. Айталық, бізде OX өсімен және AB түзулерімен, сонымен қатар y тең f от x функциясымен шектелген фигура шықса, осы жазық фигураны мынау OX өсімен айналдырғанда қандай да бір фигура шығады. Оны мына суреттен де қарапайым бір мысал аңғаруға да болады. Мына жерден фигураны, енді осы фигураның ауданын табу үшін де анықталған интеграл қолданылады. Яғни ол мынадай формула. Енді бұл бізге түсініктірек болу үшін біз нақты мысалдарға тоқталайық. Айталық, бізге мынадай мысал берілсін. Y тең x-тен 1 деген функцияның графигімен және x тең 1 және x тең 4 түзулерімен шектелген фигураны OX өсімен айналдырғанда шығатын дененің көлемін табу керек болсын. Яғни бұл жерде x-тен 1 деген функциямыздың графигі мынау және де мынандай болып келеді. Яғни бұл жерде бізге айтып отыр 1 мен 4-тің аралығы. Және OX өсімен осы аралықта бізде қандай қисық сызықты трапеция шықты. Енді осыны OX өсімен айналдырғанда бізде мынадай фигура шығады. Байқап отырған шығарсыздар. Мінекей мынадай фигура шықты. Яғни осындай дене шықты, осы дененің көлемін табу керек. Енді бұны табу үшін алдында көрсеткен формуланы негізге алып шығарамыз. Яғни пи 1-ден 4-ке дейінгі аралық және функциямыз бізде x-тен 1-ге тең. x-тен 1 dx бұл тең болады. Ол жерде квадраты бар, осы x-тен 1-дің квадраты болады. Енді пи сол күйінше жазамыз. Ал мынаның алғашқы функциясы минус x-тен 1. 1-ден 4-ке дейінгі аралық тең болады. Минусты алдына шығарып жіберсек, минус пидің өзін жазып қояйық. Бұдан ары қарай 4-ті қоятын болсақ, 4-тен 1-ді қойсақ, азайту 1 болады. Бұдан минус пи минус мына жерден 4-ті береміз. Сонда минус 4-тен 3 болады. 2 минус мына жерде көбейту, 2 минус плюс болып кетеді. Одан 4-тен 3 пи болады. Яғни мына дененің көлемі 4-тен 3 пиге тең екен.